Роналду мен Месси алтын доп үшін күресті төбелеске айналдырды. Бұл жұп футбол алаңдарында үстемдік етеді. Португалдықтар мен аргентиналықтар жанкүйерлерге көптеген керемет есте қаларлық сәттерді сыйлады. Олар қазір біздің сүйікті ойынымыздың басты жұлдыздары. Шешуші матчтардағы жоғары деңгейлі футбол және әлемдік футболдың бас жүлделеріне таласу оларға атақ, даңқ қана емес, сонымен қатар миллиондаған долларлық табыс әкеледі. Олардың келісім шарттарын салыстыруға тырысайық. Арна аты аңызға айналған екі футболшының дүние мүлкінің жай-күйін салыстыруға шешім қабылдады. Жарайды, жайғасыңдар, кеттік. Криштиану Роналду бір жыл бұрын. Криштиану Роналду Ювентусқа чемпиондар лигасын жеңіп алуға көмектесу үшін Туринге көшті. Португалдық өзінің серігі Джорджино Родригеспен және 4 баласымен қалай өмір сүреді. Криштиану үйі. Ювентусқа көшкеннен кейін Роналду бірінші кезекте отбасына өз бетінше жаңа үй іздеуге кірісті. Италандық бақтың хабарлауынша, Криштиану бірнеше нұсқадан бас тартып, қаланың қақ ортасында Гран Мадрадидио шіркеуінің жанындағы төбелерде орналасқан сәнді сарайды таңдаған. Ол жерге тек жеке жолмен жетуге болады. Оның вилласы көптеген ағаштар мен басқа да өсімдіктердің арқасында көзге көрінбейтін жерде жасырылған, бірақ сонымен бірге қаланың әдемі көрінісі бар. Оның 8 жатын бөлмесі, 4 жуынатын бөлмесі және үлкен терезелері бар. Шабуылшы заманауи сәулетпен дизайнерлік жиһазды жақсы көреді. Реал Мадрид футбол клубының жұлдызы Instagram арқылы жанкүйерлеріне оның 800 шаршы метрлік, құны 6 миллион 600 мың доллар тұратын сәнді сарайына үнемі баруға мүмкіндік береді. Оның тез кеңейіп келе жатқан отбасын ескере отырып, үйдегі ең маңызды бөлмелердің бірі. Оның 6 айлығы егіздері Ава, Мария және Матео және 8 апталық қызы Алана Мартина үшін питомник. Ол гендерлік бейтарап, кремдермен, сұр түстермен қалғампаз безендірілген. Біз оның 7 жасар ұлы кіші Криштиану туралы да ұмытқан жоқпыз. Ол үшін зәулім үйдің ішінде шағын футбол алаңы, сондай-ақ үйде жаттығу залы бар. Ол үнемі әкесімен бірге жаттығуға барады. Зәулім үйдің жанында Криштианудың балалары серуендегенді ұнататын үлкен бақ бар. Қызметшілер мен қонақтарға арналған үйде бар. Айтпақшы, португалдық өзімен бірге аспаз, диетолог және физиотерапевт алып келді. Тіпті үйдің есік тұтқаларында оның қай үйде екенін ешкім ұмытпауы үшін кар әріптерінің бас әріптері түрінде монограммалар бар. Көптеген ванна бөлмелерінің бірінде тіпті оның 7-ші нөмірлі футболкасы бар. Ол жақтауға салынып, раковинаның үстінде ілулі тұр. Үйдің сыртта Криштианудың бассейні мен күн астында демалуға арналған шезлонгтары бар, джакузи ваннасы бар. 5 рет планетаның ең үздік ойыншысы атанған футбол жұлдызы да өз жүлделері үшін ерекше орынға ие болды. Жұлдыздың марқұм әкесі Хосе Денис Авероның портретінде де бөлек орын бар. Футболшы оны қонақ бөлмесінің орталық бөлігіне орналастырды. Сонымен қатар, ағаш панельді үйде рухани элементтер де бар. Мысалы, сарайдың сыртында Будда басының үлкен мүсіні, ал бас әріптері бар тұтқалармен безендірілген есіктердің бірінің жанында кішірек Құдайдың мүсіні бар. Асхананың қабырғалары футбол жұлдызының суреттер галереясымен безендірілген. Лионель Месси өз үйінде отбасымен демалуды жөн көретіні белгілі. Барлығы туралы бәрі арнасы Лионельдің күш қуатын жинап жатқан үйінің қандай екенін көрсетеді.
Лионель Мессидің үйі Барселонаға өте жақын орналасқан, Кастадельфельс қаласында орналасқан. Мессидің Барселонадағы серіктесі Иван Ракитич былай дейді. Месси Барселонаның жанынан Кастадельфельстен үй сатып алғанда, ол өте шулы көршілерге тап болды. Ол да тыныш өмір сүру үшін олардың үйін сатып алды. Бұл Google Maps суреті үйдің соңғы нұсқасын көрсетеді. Бұрын Лионельде футбол алаңы болмаған, бірақ оны ұлдары Тагу мен Матео үшін жасаған. Үйдің өзі үлкен, жарық, 3 қабатты ғимарат. Оның барлық дерлік периметрі бойынша ашық террасалар мен үлкен панорамалық терезелер бар. Осыған байланысты бөлмелерде күн сәулесі әрқашан көп болады. Үйдің іші әдемі жерорта теңізі стилінде безендірілген. Месси ашық төсек реңктерін жақсы көреді. Өйткені үйдің жалпы түс схемасы қоңыр және бежеви. Едендер бежеви, жиһаздары қоңыр. Үйдегі дивандар негізінен қою, сұр және қою қоңыр түсті. Үйде Лионель әрқашан өз пішінін сақтай алатын спорт залы да бар. Үй террасаны, барбекю алаңын және асхананы қамтитын керемет бақшамен қоршалған. Бақшада ол Мессидің жұбайымен серуендегенді ұнатады. Антониола балаларымен бірге, ал Барселонаның шабуылшысының өзі оны итпен ойнағанды жақсы көреді. Роналдудың көліктері мен ұшағы. Криштиану жылдам жүруді жақсы көреді. Оның коллекциясында 20-дан астам көлік бар. Португалдықтардың тіпті Bugatti Lavatorenoreni 11 миллион еуроға сатып алғаны хабарланды. Бұл шығарылым француз компаниясының 100 жылдық мерейтойына арналған. Максималды жылдамдық сағатына 420 шақырым. Сонымен қатар, Криштианудың жеке Gulfstream G ұшағы бар, 650. Оның болжамды бағасы 31 миллион 700 мың еуроны құрайды. Ішінде кереуеттері, ас үйі мен жуынатын бөлмелері бар, ең шынайы пәтер бар. Сондықтан әрбір рейс жағымды. Әртүрлі дереккөздерге сәйкес, Мессидің автопаркінде 8-ден 11-ге дейін көлік бар. Соңғы уақытқа дейін Лионың барлық көліктерінің жалпы құны Барселонаның шабуылшысы әлемдегі ең қымбат Феррариді қабылдағанға дейін 3 миллион еуродан аспады. Аргентиналық аукционда 32 миллион еуро төледі. Gulfstream V бағасы 13 миллион еуроны құрайды. Бұл ұшақ 8 кереует, 2 ванна бөлмесі және 2 ас үймен ауыстырылатын 16 орындықпен жабдықталған. Борттың құйрығында 10 нөмір бар, ал баспалдақта Мессидің отбасы мүшелерінің есімдері жазылған. Лео бұл ұшақты отбасымен бірге туған жері Аргентинаға ұшу үшін сатып алған. Әркімнің өз кумирі бар. Олардың әрқайсысы футбол әлемінде ерекше және мағыналы. Қалауына қарамастан, біз олардың ойынына және жаңа жетістіктеріне таңдануды жалғастырамыз. Роналдудың бизнесі бизнестің әртүрлі салаларына қызығушылық танытады. Ол Car 7 деп аталатын жеке брендін құрды. Ол киім-кешек, сонымен қатар үй және демалыс өнімдерін шығарады. Бұл оған жыл сайын 6-10 миллион еуро табыс әкеледі.
Криштиану сонымен қатар Пестена Хотелс қонақ үй желісіне ақша салды. Лиссабонда, Мадридте және Нью-Йоркте модельдегі алғашқы 4 қонақ үйдің ашылуына 37 миллион еуро жұмсалды. Ол акциялардың 50%-ын сатып алды. Өткен жылы Донна Долорес мейрамханалар желісінің ашылғаны жарияланды. Бұл Бразилиядағы футболшының анасының аты. Ал жақында Роналду Испанияда шаш трансплантациясы клиникасын ашты. Бұл жобаға акционері футболшы болып табылатын Inspira Group компаниясы қатысты. Португалияда оның 35 мыңнан астам тұтынушысына қызмет көрсететін 10 клиникасы бар және бір операцияның құны 4-7 мың еуроны құрайды. Криштианудың айтуынша, осылайша ол испандықтарға және ел экономикасына көмектескісі келеді. Сонымен қатар, Ювентус жұлдызы жеке жарнамалық келісім-шарттардан қомақты ақша табады. Оның серіктестерінің арасында танымал сағат бренді бар. Туриндік команданың Манчестердегі матчының алдындағы баспасөз маслихатына Роналду шамамен 2 миллион еуро тұратын сағатпен келді. Бизнес Лионель Месси оның бизнесі туралы ештеңе білмейтіні анық. Оның иелігінде жүзімдік және жеке шарап өндірісі бар. Ол Аргентинаның шарап жасау үшін ең қолайлы аймағында орналасқан. Компания сусынның 4 түрін шығарады. Жылына шамамен 15 мың бөтелке, 300 мың доллар пайда Мессидің қайырымдылық қорына түседі. Оны оның отбасы басқарады. Ақша балалар футболын дамытуға, балаларды емдеуге және тәрбиелеуге жұмсалады. Отбасыңызбен демалыңыз. Роналду маусымды клуб командасымен Италия чемпионатында және ұлттық құрамамен ұлттар лигасында жеңіспен аяқтады. Содан кейін ол Джорджинамен және балаларымен бірге демалысқа кетті. Теорияда спортс мәліметінше, футболшының отбасы Коста Наваринода бір апта болған. Дерек көздің хабарлауынша, грек курортында бір күн болу португалдық футболшыға 8 мың еуроға кеткен. Бірақ Криштиану оның қалай қызмет еткеніне риза болғаны анық. Сондықтан ол кеңес ретінде тағы 20 мың еуро қосты. Осыдан кейін Роналду отбасы Францияның Кот д'Азур жағалауында демалуды жалғастырды. Шабуылшы өз суреттерін жанкүйерлерімен бөлісуге қуанышты. Лионель Мессидің отбасы, Месси өз отбасын жақсы көреді. Оның әйелі Антонелла екеуі 3 ұлы бар. Тиаго, Матео және Сиро. Лео балалар үшін бәрін жасайды. Олардың отбасы үлгі болады. Мессидің Халк есімді сүйікті иті бар. Оны шабуылдаушыға әйелі Антонелла 2016 жасында туған күніне сыйға тартты. Халк Бардо тұқымының иті.
Бұл тұқымның иттерінің ұзындығы 67 сантиметрге дейін өседі. Ересек еркектердің салмағы әдетте 55-65 келі, бірақ 90 келіге дейін жетуі мүмкін. Халықты Леоға бүкіл күшігімен бірге сыйға тартты. Бірақ көп ұзамай Месси көбірек болатын сияқты. Лионель үй жануарларын жақсы көреді. Майор Свенсидің яхтасы 10 миллион фунт стерлингті құрайды. Мессидің футбол жұлдыздарының ішіндегі ең қымбат яхтасы бар деп есептеледі. Оның аты Майор Свенси. Яхтаның құны шамамен 10 миллион фунт стерлингті құрайды. Яхтаның жылдамдығы сағатына 25 мильге жетеді. Мұның бәрі бүгінгі күн үшін сізге ұнады деп үміттенемін. Жазылуды, видеоның астындағы қоңырауды басуды, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сондай ақ жазылыңыз және бізді әлеуметтік желілерде, бейне астындағы сілтемелерде қадағалаңыз. Барлығына сәттілік тілеймін және жақын арада кездескенше. О, бәрі жақсы.